Орта мектеп түлегі Денбиден басталады. Оның университетке түсу емтихандарын тапсыруына санаулы күндер қалды. Бірақ мәселе оның математикадан қорқынышты екендігінде. Ол үнемі математика сабағында ұйықтап қалады. Бұл мұғалімді қатты ренжітетіні сонша, бір күні ол оны тақтаға шақырады. Бірақ әдеттегідей ол ештеңені шеше алмайды. Ренжігендіктен ол оны бәріне ұрсады. Ол үйге келгенде оқуын ұмытып, уақытын телефонмен ойнап, музыка тыңдаумен өткізеді. Анасы оған ашуланып қарап, егер ол математикалық есептерді әннің мәтінін жаттағандай шешсе, ол қазірдің өзінде данышпан болар еді дейді. Ол Денби өзінің математикалық қиындықтарын әкесінен мұра еткен болуы керек деп әзілдейді. Ол да бұл мәселеде нашар болды, және оны ешбір университет қабылдамайды. Ол солай. Денбидің ең үлкен алаңдаушылығы анасы телеарнаны үнемі көретін кезеңдік драмалардың біріне ауыстырғанда. Денби бас тартып, бөлмеден шығып, ең жақын досының үйіне қарай бет алды. Оның досы бұл оның колледжге барудағы соңғы мүмкіндігі екенін тағы бір рет еске салады. Егер ол қазір сәтсіздікке ұшыраса, оның болашағы болмайды, баратын жері болмайды. Келесі күні таңертең Денби кеш оянып, маңызды емтиханға кешігіп, үйден жүгіріп шығады. Анасы кетіп бара жатқанда оны жігерлендіріп, жақсы мектепке түсу үшін бар күш-жігерін салуын өтінеді. Денби әсіресе математика бөліміне қатты қобалжыды. Бірақ ол емтихан орталығына жеткенше автобуста жаттығуға тырысады. Ол автобустан секіріп түсіп, жүгіреді, бірақ қол шатырын ұмытып кетеді. Емтихан комиссиясының ғимаратына жақындағанда оны қорқыныш билеп алады. Ол дайын емес. Ол сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігіне тап болмай, қашып кетуді ойлап, үрейлене бастайды. Ол қатты жаңбырдың астында тынысы тарылып, үнсіз жай ғана жоғалып кеткісі келеді. Оның алдында жаңбырдан пайда болған таяз шалшық пайда болды. Ол оған жақындап келеді. Кенеттен бір түрлі нәрсе болып жатыр. Ол ерекше киім киген бір топ адамның жиналып, жаңбыр сұрап, дұға етіп жатқанын байқайды. Олар 3 жылдан бері жаңбыр жаумағанын және адамдар құрғақшылықтан өліп жатқанын айтады. Кенеттен Денби шалшыққа құлап, суға бата бастағанын көреді. Бірақ ол өлудің орнына сол жерде, бірақ әйтеуір басқа әлемде пайда болады. Ол абдырап қалды да, айналасындағы адамдардан кезеңдік драма түсіріп жатыр ма, әлде бірдеңе түсіріп жатыр ма деп сұрай бастады. Оның оғаш қылығын көрген патша шошып, жын ба деп айғайлайды. Ол қобалжып, жоқ, мен жай ғана орта мектеп оқушысымын деп жауап береді. Бірақ оның бұл сөзі оларға қандай да бір сиқырлы заклинание сияқты естіледі. Бұл олардың қорқынышын күшейтеді. Кенет оны қылыштарын суырып алған күзетшілер қоршап алды. Қылыштардың шын екенін білгенде, ол үрейленіп, мен мұнда не үшін келгенімді білемін деп импровизация жасайды. Өтінемін, Құдай, жаңбыр жауа бастады. Адамдар оның сөздерін дұға сияқты қайталайды. Бірақ бәрі басын көтерген сәтте ол қашып үлгерді де салтанатты киіммен толтырылған жерге жеткенше жүре берді. Ол ғибадатхананың діни қызметкерлерінің бірінің кейпіне еніп, патшаға жиналысқа жасырын кірді. Кездесу кезінде патша кенеттен ырымдарға сенуді тоқтатып, оның орнына өз патшалығындағы мәселелерді шешу үшін ғылым мен математиканы үйрену керектігін айтты. Бірақ бас діни қызметкер бұл қауіпті бос сөз екенін, математиканың тағы бір ырым екенін және табиғатты теңдеулермен түсіну мүмкін емес екенін айтып, қарсылық білдірді. Ол құрғақшылықтың шынайы себебі аспанның патшаға ашуланғаны және жаңбыр жаудырудың жалғыз жолы адамдар үшін патшайыммен бірге қасиетті рәсімді орындауы керек деп санайды. Денби жасырын түрде жиналыстан қашып, телефонын іздеуге шығады, бірақ ол қайтадан қолға түседі. Ол патшаның келуін күтіп тұрғанда, ақыры жаңбыр жауған кезде қашып құтыламын деп ойлай бастайды. Бірақ патша оның 3 жылдан бері жаңбыр жаумағанын айтып, шошып кетті. Шынымды айтсам, ол оған ұнамайды. Ол оны дереу өлім жазасына кесу керектігін айтады. Ол үрейленіп, жалбарынады. Күте тұрыңыз, мен жай ғана болашақ студентпін. Мен мұнда кездейсоқ келдім. Ол оны тарих туралы көп білетініне сендіруге тырысады. Ал бұл нәтиже бермеген кезде, ол математиканы да жақсы меңгергенін тез қосады. Қызыққан патша өлім жазасын кейінге қалдырып, оны дәлелдеуін сұрайды. Ол оған Пифагор теоремасы бойынша мәселені шешуге мүмкіндік береді. Ол алғашында абдырап, не жазылғанын да түсіне алмайтынын айтады. Бірақ оның Пифагор теоремасы екенін түсінгенде, оны тез шешеді. Патша шошып кетті. Оның айтуынша, мұндай тапсырманы орындау үшін әдетте өз ғалымдарына 3 күн қажет. Осы сәттен бастап барлығы Денбиге ер ғалым, Госам сияқты қарай бастайды. Патша оған тапсырма берді. Адамдарға математикадан сабақ беру. Егер ол сәтті болса, ол оған үйіне қайтуға рұқсат береді. Бірақ ол бірінші оқушы және оның тіпті санай алмайтынын білгенде қатты таң қалды. Ол шыдамдылықпен оған ең қарапайым нәрселерді үйрете бастады. Сандарды, қосу мен азайтуды,
көбейтуге дейін. Соңында олар бәсекелес қалалық музыканттың қатысуымен өтетін математикалық байқауға дайындалады. Егер Демби жеңіліп қалса, ол жазаланады. Ол патшаға батылдықпен қарсы шығады. Тіпті ол дұрыс емес әрекет жасағанда оны шарасыздықпен ұрады. Күзетшілер кіріп, патшаға тиіскені үшін оны өлтіруге дайын, бірақ ол оларды тоқтатып, бұл туралы күледі. Олар патшайым келген сайын барлық математикалық жұмыстарды жасырып, оның орнына музыка жасап жатқандай кейіп танытады. Бір күні патша Дембидің аштықтан өліп жатқанын байқап, оны өзімен бірге кешкі асқа шақырады. Бірақ ол тамақты ұнатпайды және оны ас үйге апарады. Сөмкесіндегі ингредиенттерді пайдаланып, оған дәмді тез дайындалатын кеспе жасайды. Ол ашы болса да, оны жақсы көреді. Ол оған су ұсынғанда, ол ашы кеспені ұнататынын айтып, бас тартады. Келесі күні таңертең оның айғайлағанын бүкіл сарай естиді. Демби оны шығарып салуға келгенде, ол оны қарғап жатыр деп ойлап, құлағына қорғаныс тұмарын іліп қойғанын көрді. Ол көзін жұмып, "Міне, супер жұлдыз. Бұл жай ғана кеспе, қара магия емес", деді. Ешқандай сиқыр немесе сиқыр болған жоқ. Жай ғана Чили оның ішін тым қатты ұрды. Ол оған бұл туралы айтқан кезде, ол "Ал асқазан деген не?" деп сұрады. Демби отырды да, оған асқазанның не екенін, ішектің не екенін, тіпті жүректің не екенін, егер ол қолын кеудесіне қойса, оның соғып тұрғанын сезетінін түсіндірді. Бірақ ол маған ештеңе сезбейтінімді айтты. Ол күлімсіреп, бәрі жақсы екенін айтты. "Бір күні сен сүйген адамыңмен бірге болғанда, оны өзің сезесің." Оның қаншалықты білімі бар екеніне таң қалды. Ол оны тамаша ғалым ретінде көре бастады. Сондықтан ол одан Джосионның барлық корольдік стипендиаттарына математикадан ғана емес, сонымен қатар барлық нәрселерден бастап сабақ беруін өтінді. Ғылым және ауыл шаруашылығымен аяқталады. Сол күні кешке ол оған мандарин тілін ұсынды. Ол кездейсоқ "Рахмет", деді. Бірақ ол қатты ренжіді. "Сен Джозияның саяхатшысысың. Сен бұл жемісті кем дегенде 3 күн сақтауың керек еді. Сен батаны бағаламайсың." Ол күлді де, бұл жай ғана мандарин апельсині екенін айтты. Бұлай драматизациялаудың қажеті жоқ. Кейінірек екеуі сарайдың ауласында доп ойнауға шықты және ол оны соңғы жылдары алғаш рет жүгіруге мәжбүр етті. Келесі күні патша болашақ қалыңдығының қасына отырып, оған сол түні бұқтырылған тағамында сиқырлы махаббат сусыны берілетінін, содан кейін олар бірден үйленетінін айтты. Бірақ тағдырдың басқа жоспарлары болды. Бұл тостаған Дембидің қолында болды. Ол өзін өте оғаш ұстай бастады. Ақыры сарайда ұйықтап қалды. Ол оянғанда, ол патшадан кешірім сұрай берді. Бірақ ол оған ештеңе болмағанын айтты. Госум, ұмыт. Олар серуендеуге шықты. Далаға шықтық. Ол оған егер ол өз миссиясын орындай алса, кеңесте жоғары дәрежеге ие болатынын, тіпті сыйлық ретінде патша жылқысын алатынын айтты. Бірақ ол маған ештеңе керек емес екенін айтты. "Жаңбыр жауған бойда мен өз әлеміме қайта ораламын", деп жауап берді патша. "Онда бұдан былай маған патша сияқты қарамаңыз. Сен де, мен де еркек пен еркек сияқты теңбіз." Бірақ келесі күні бақытсыздық болды. Демби қамауға алынып, оған патшаны қорлады деген айып тағылды. Олар азаптауға дайындалып жатқанда оның қолдары мен аяқтарын байлап тастады. Бірақ содан кейін патша араша түсіп, діни қызметкерлерге бұл жас ғалымның құнды білімі бар екенін түсіндірді. Алайда бір діни қызметкер бұл мүмкіндікті пайдаланып, "Жарайды, онда мен оны бастан өткеруім керек", деді. "Мен өзім, оның 2 аптасы бар. Егер осы уақытқа дейін жаңбыр жаумаса, біз оны өлтіреміз." Демби берілмеді. Ол оқуын жалғастырды, бәрін есептеді. Ал сарай музыканты оған жаңбыр өлшегішін жасауға көмектесті. Содан кейін аспаннан ескертусіз жаңбыр жауа бастады. Демби қуанышқа бөленді, бірақ патша кенеттен оның жаңбыр жауған бойда кетемін дегенін есіне алды. Ол өзі тұрған үйге қарай жүгірді де, оның жаңбыр өлшегішінің алдында жылап тұрғанын көрді. Ол оған дәл қазір жүгіру керек екенін айтты. "Мен бұған ұзақ дайындалдым. Менге бара жатқан кеме сені күтіп тұр." Бірақ ол басын шайқады. "Мен бүкіл өмірімді қашумен өткіздім. Мен өз әлемімнен қашуға тырысқаным үшін ғана осында болдым." Осы кезде бас діни қызметкермен жасырын жұмыс істеп жатқан сарай музыканты келді. Діни қызметкер оған Дембидің болашақтан болуы мүмкін деген сеніммен ғалымды өлтіруді бұйырды. Музыкант діни қызметкерге егер бұл рас болса, оның одан да қауіпті екенін айтты. "Біз одан құтылуымыз керек." Музыкант Дембиді ұстап алып, оны атқа отырғызды да, олар орманға жеткенше орманда жүгіріп өтті. "Міне, солай", деді ол оған. "Мен сенің қыз екеніңді бұрыннан білемін. Бірақ мен әдепті адамын. Мен сенің құпияңды сақтаймын." Ол мұның байқаусызда болғанын түсіндірді. Ол жұмысқа тұрған жұмысты бір жігіт ұсынды. Оның келісуден басқа амалы қалмады. Осы уақытта сарайға оралған бас діни қызметкер патшаны Дембидің оларға үйреткенінің бәрін, әсіресе ол жасап жатқан жаңа жазбаша тілді жою керек деп сендіруге тырысты. Олар дәстүрді ұстанып, баланың ықпалын жою керек еді, бірақ патша оны қабылдай алмады. Оны табу үшін сарайдан атқа мініп шықты. Орманның бір жерінде күзетшілер ақыры Демби мен музыкантты қуып жетеді. Ол оның қашып кетуіне рұқсат берді де, патшайымның өзі қанды аяқтары пайда болғанша олармен күресіп, олардың жолына түсті. Ол оларды іздеп,
жол бойы жүгірді. Денби айырға жеткенше және қайда бару керектігін түсінгенше жол бойымен жүре берді. Сол кезде ол бір кездері патшаның күн Джусонның сағаты дегенін есіне алды. Сондықтан ол теңізге жеткенше күн сәулесінің артынан еріп, патша оны сол жерде күтіп тұрды. Сол түні олар қатар отырып, жұлдыздарға қарап отырды. Ол оған болашақта біз қазіргідей жұлдыздарды көрмейтінімізді айтты. Олардың ең жарқындары ғана. Ол қазір қара деп жауап берді. Сіз көретін жалғыз жұлдыздар, сіз көргіңіз келетін жұлдыздар. Бірақ егер сіз тоқтап, жақынырақ қарасаңыз, сіз көбірек көре бастайсыз. Бұл жұлдыздар әрқашан сонда болды. Сіз оларды көруге шешім қабылдағанға дейін олар жай ғана көрінбеді. Көздер жүректің не қалайтынын көреді. Біраз кідірістен кейін патша оны жақсы көретінін мойындады. Ол жаңа, қарапайым тіл жасағысы келетінін айтты. Сондықтан оны тек дворяндар ғана емес, қарапайым адамдар да үйрене алады. Ол кенеттен бірдеңені есіне түсіріп, ақшасын болашақтан алып, оның банкнотта басылған бетін көрді. Сол кезде ол оның шынымен де табысқа жететінін түсінді. Патша сарайға қайтып келгенде, ол халыққа жақсы қызмет ететіндердің жалақысын төлей бастайтынын мәлімдеді. Бас діни қызметкер күтпеген жерден келісіп, халыққа пайда әкелетін кез келген адам марапатталуы керек деп айтты. Госам туралы не ойлайсың? Ол сұрады. Бірақ сотта онымен басқа ешкім келіспеді. Олар Госамды қуып жіберу керек, тіпті өлім жазасына кесу керек деп есептеді. Соған қарамастан, Денби патшаға жасырын түрде математика, жазу және логикалық ойлауды үйретуді жалғастырды. Бұл туралы діни қызметкерлер білмеді. Бір күні сарайды аралап келе жатып, ол патшайымның жасырын тамақтанып жатқанын көрді. Артық салмақ қосып, сыртқы келбетін бұзбау үшін оған тым көп тамақтануға тыйым салынды. Денби оған тез дайындалатын кеспе кеселерінің бірін ұсынды. Патшайым оны қабылдады. Олар тамақ ішіп жатқанда, олар сөйлесе бастады. Олар сол сәттен бастап дос болды. Бірнеше күннен кейін патшайым патшаға жақындап, оған бәрін білетінін айтты. Ол бұл туралы патшайымның анасына хабарлаған болатын. Өйткені бұл қыз Денби оның күңдерінің бірі болу керек еді. Кенет Денби өзінің түсінбейтін нәрсеге дайындалып жатқанын түсінді. Сарайдың күңдері оны киіндіріп, макияж жасайтын. Ол патшамен бірге түстен кейінгі демалысқа дайындалып жатқанын және оның бірінші әйелі болу керек екенін түсінгенге дейін не болып жатқанын білмеді. Ол не болып жатқанын түсінген сәтте үрейленіп, айналасындағы жынды адамдардан қашып кетті. Директорлардың бірі патшаға сарайға барар жолда қашып кеткенін тез хабарлады. Патша оны іздеуге шығып, ақыры оны тауып алды. Бірақ ол оның қолынан ұстап, бөлмеге сүйреп апарды. Денби наразылық білдіріп айқайлады. Сен біз жай ғана дос болып қала береміз дедің ғой. Мен небәрі 19 жастамын. Патша күліп, 19 деп жауап берді ме? Бұл сенің алдыңда кем дегенде 3 жыл ересек болуың керек дегенді білдіреді. Сен енді бала емессің. Сонымен қатар, мен сенің қыз екеніңді біраз уақыттан бері білемін. Мен саған тиіспедім, солай емес пе? Бірақ бүгін кешке осында қалуың керек. Бәрі саған қарап тұр. Уайымдама, мен сені тірідей жемеймін. Шындық мынада, менің анам өте қыңыр және оны ешкім оңай көндіре алмайды. Келесі күні таңертең Денби музыкантпен сөйлесуге кетті. Ол одан болашаққа қайта оралғың келетініне сенімдісің бе? Деп сұрады. Бірақ ол жауап бермеді. Ол жыртылып, жүрегі күдікке толы болды. Ол жай ғана алыстап, жалғыз отырды. Біраз уақыттан кейін патшайым келіп, оны біреу көргісі келетінін айтты. Денби сарайға кіргенде, ол өзінің нағыз анасына ұқсайтын патшайым анасымен бетпе-бет келді. Ол көзіне жас алды. Оның жылауына не себеп болғанын ешкім түсінбеді. Сол күні кешке ол өзі жасаған жаңа Джусон астрономиялық жүйесін көруге барды. Бұл патшалыққа күндер мен айларды дәл бақылауға көмектесер еді. Содан кейін патша оны өзі жұмыс істеп жатқан басқа нәрселерді көруге шақырды. Ол 28 әріптен тұратын жаңа әліпбиді әзірледі. Ол оқу мен жазуды жеңілдетуге арналған, осылайша Джусонның барлық тұрғындары ғана емес, ғалымдар да үйрене алады. Олар үлкен залға бара жатқанда, ол одан мемлекеттік орындыққа отыруын өтінді. Содан кейін ол оның басына некенің символы болып табылатын корольдік шаш қыстырғышын тағып, онымен мәңгі бірге болуын өтінді. Денби жылай бастады да, оған, мен алмаймын, деді. Мен жаңбыр жауа салысымен қайтамын деп өзіме уәде бердім. Анам мені күтіп, маған сенеді, деп ақырын жауап берді патша. Онда барып, оны көріп, қайтып кел. Осында бірге тұрайық. Бірақ ол тағы да бас тартты. Ол шыдамын жоғалтып, ашуланып, дұрыс айтасың, деді. Болашақ бұдан да жақсы, Джусон. Ол ауру мен дертке толы. Қалағаныңды істе. Сосын жүрегі сыздап кетіп бара жатты. Ол дәлізде бір орында тұрып қалды. Кенет оның басынан ұрып, есінен танып қалды. Біреу оны қылышпен ұрып, бүкіл ғимарат өртеніп кетті. Патша не болғанын білгенде, ол өз өмірін қатерге тігіп,
оны құтқару үшін жалынның арасынан жүгірді. Келесі күні ол көмекшісіне қоңырау шалып, кеше түнде көне мәтіннің жоғалып кеткенін айтты. Ол оны ұрлағаны үшін бас діни қызметкерді айыптады. Патша діни қызметкердің қолынан ұстап, саған мұндай қылмысты жасағаннан кейін барлық дәлелдерді өшіруді ешкім үйреткен жоқ па? Деді. Содан кейін ол Денбиге бұрылып, бұл сен естіген дауыс па еді? Деп сұрады. Ол басын изеді. Сөмкесіндегі кітап оны пышақ жарақатынан қорғағаны белгілі болды. Патша ашуланып, діни қызметкерді ұрып жіберді. Оның мен үшін нені білдіретінін білдің. Неге олай істедің? Деп жауап берді діни қызметкер салқынқандылықпен. Өйткені бұл жаңа тіл таралса, жастар еркін ойлай бастайды. Бұл хаосқа әкеледі. Бұл патшалықты бұзады. Мен өлімнен қорықпаймын. Мен болашақты құртатын бейберекетсіздіктен қорқамын. Деп жауап берді патша. Сен оны тоқтатуға тырыссаң да, мен бұл жазу жүйесін адамдар үшін жасаймын. Мен өз армандарымды жүзеге асыратын адам болғым келеді. Неге біз өмір сүре алмайтын болашақтан қорқуымыз керек? Біз ештеңе білмейтін әлем. Бірақ бұл діни қызметкерге әсер еткен жоқ. Ол тізе бүгіп, өтінемін, мені өлім жазасына кесіп, осымен аяқтаңызшы, деді. Көп ұзамай аспан сұрланып, жаңбыр жауа бастады. Басында өте аз болды. Денби сарайды аралап, кетер алдында достарымен соңғы рет қоштасты. Патша онымен ең алыс нүктеге дейін серуендеуге болатынын сұрады. Олар теңіз жағасына жеткенше қатар жүрді. Сол жерде Денби бір рет құлаған тоғанға аяқ басып, бұрынғыдай қайтадан суға батып кетті. Бірнеше минуттан кейін ол қайтадан пайда болып, өз әлеміне оралды. Ол жан жағына қарап, бар болғаны бірнеше секунд өткенін түсінді. Емтиханға үлгеруге әлі уақыты бар. Ол емтихан бөлмесіне мүмкіндігінше тез жүгіріп барып, мұғалімнің оны күтіп тұрғанын көрді. Қабылдау емтиханы енді ғана басталды. Ол өз орнына жүгіріп барып, тест тапсырды. Сол күні түстен кейін ол үйіне оралып, анасының оны күтіп тұрғанын көрді. Ол оның құшағына асығып, оны қатты құшақтады. Денби туралы бәрі өзгерді. Оның мінез-құлқы, өмірге деген көзқарасы. Сапарынан кейін бәрі өзгерді. Ол адамдарды және айналасындағы нәрселерді тереңірек бағалауды үйренді. Айлар өтті. Бір күні ол мектептен шығып бара жатқанда аспан ашылып, қайтадан жаңбыр жауа бастады. Кенет біреу оның басын қолшатырмен жауып тастады. Ол басын көтеріп, таңғаларлық таныш жүзді көрді. Ол дәл Джозион патшасына ұқсады, бірақ ол жай ғана жымиып, біз бір-бірімізді баяғыда автобуста кездестірдік, деді. Сен қолшатырыңды тастадың. Оқиға осымен аяқталады. Егер сіз оны соңына дейін оқып шықсаңыз, түсініктемелерде бұл туралы не ойлайтыныңызды бізге айтыңыз. Және келесі бейнеде нені қорытындылағанымызды қалайтыныңызды айтыңыз. Қарағаныңызға рахмет.